Бұл Alcosave құрылысының жұмыс принципіне келетін болсақ, бұл жерде refit сканері, LCD дисплей және де ультра дыбыстық датчигі, помпа, яғни реле арқылы басқарылатын помпа және де судың шығымын есептейтін датчигіміз бар. Оның барлығы осы біздің Bluetooth датчик арқылы сайтпен байланысқан, яғни қажетті ақпарат осы сайтқа тікелей Bluetooth датчик арқылы түсіп отырады. Яғни осы құрылғылардың барлығы Arduino жүйесінде тиімді қосылып, осындай жүйе пайда болды. Демонстрацияға кезек берсек, бұл қазіргі таңда бізде дисплей біздің картамыз сканерді сұрап тұр. Картамыз сканерлесек, система қосылады. Яғни мен қазір қолымды жақындатсам, ол маған автоматты түрде суды береді, ал қолымды алсам, автоматты түрде суды айырады. Және де осы ақпараттарды Arduino өзінің EEPROM жадында сақтайды. Яғни әр адамның пайдаланғаны туралы ақпарат осы картаның UID номерінде сақталады. Құрылғыны қолданып болғаннан кейін, қолданушы осы картаны сканерге жақындату арқылы системаны өшіре алады, және осы кезде құрылғы келесі адамды қабылдауға дайын болады. Бұл оны қоғамдық орындарда қолдануға тиімді етеді. Жаңа айтып өткендей, Bluetooth датчик арқылы барлық ақпарат осы сайтқа түседі. Қолданушының картасының номері барлық осы сайтта болады. Және де егер де лимит бітіп қалып жатырған жағдайда бізде экстренный сос батырмасы бар. Ол адам денсаулығына қауіп төнген жағдайда суды қолдануға мүмкіндік береді. Және жатақхананың рұқсатымен біз осы құрылғыны орнаттық. Және көріп тұрғандарыңыздай нәтижесі осылай болды. Және де барлық ақпараттар қорытылып, осы рекомендация бөліміне өтеді. Және де біз көріп тұрғандарымыздай барлық қолданушылардың тарихы архив бөліміне өтеді. Және олар жайлы барлық ақпарат жазылады.